Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Құрметті қазақстандықтар, жеңістің 75 жылдығымен құттықтаймын. Осы жеңістің 75 жылдығына орай, әкемнің 100-ге келетін жылына орай, сіздерді мерекемен құттықтаймын. Жеңіс құтты болсын. Әкемнің осы жеңіске тікелей қатысы бар екендігін мақтанышпен айта аламын. Әкем соғысқа қатысып ерте жасынан бастап көптеген наградаларға ие болды. Сол наградалармен бірге бізде қуанатын едік. Қызыл жұлдыз орденін алды, Александр Невский және көптеген басқа да медальдарымен. Осы әкемнің жеткен жетістіктерін ұрпақтары көріп, біздердің балаларымыз, немерелеріміз көріп, қуанып, мақтанып жүрсін деген ниетпен, өмір баянымен түсіріп, осы әкемнің кітабын жарыққа шығардық. Жеңіс құтты болсын. Көк аспан, ашық аспан астында өзіміз өмір сүрейік. Мереке құтты болсын.